Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен бірге шоколадты шұжықтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін қажетті заттар: сүт, қант, какао, май және печенье. Мен бірінші печеньені қолмен ұсақтайтын боламын. Ескерту: ешқашан печеньені блендермен ұсақтамаңыздар. Одан кейін бөлек ыдысқа қантымды саламын. Одан кейін оның үстіне какаоны саламын және оларды жақсылап араластырамын. Оның үстіне майымызды саламыз. Үстіне сүтті құямыз және оны газға қойып, жай отқа қоямыз. Ескерту: оны ешқашан қайнатпаңыздар. Оны оттан шығарған соң видеодағыдай жақсылап тағы да араластырамыз. Енді біздің сұйықтығымыз суып кетпей тұрғанда, үстіне 5-6-ға бөліп печеньені саламыз және оны қасықпен жақсылап тұрып араластырамыз. Одан кейін біз пакетті алып, үстін сары маймен майлаймыз. Сосын пакеттің үстіне шұжығымызды саламыз. Салып болған соң видеодағыдай ораймыз. Сосын екі шетін кәмпиттегідей буамыз. Оны кейіннен видеодағыдай домалатамыз. Сосын оны тоңазытқышқа 2-3 сағат қоямыз. Сосын ол қатқаннан кейін арнайы қағазға ораймыз. Одан кейін оны жіп немесе скотчпен ораймыз. Орап болғаннан кейін оның екі шетін буамыз. Сау болыңыздар достар, сіздермен болған Динара.